Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 107-ші сабақта біз пайыздар тақырыбын жалғастыратын боламыз. Каналға жазылып алуды ұмытпаймыз. Бірінші тапсырмада диаграмманы қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Тұрмыстық қалдықтың қанша пайыз өңдеуге жарамды? Бұл экологиялық мәселелерді шешуде қандай маңызға ие? Мына жерде бізге диаграмма берілген екен. Диаграмманың жасыл түстісі ол 40%, яғни бұл қайтадан өңдеуге жарамды деген сөз, иә. Ал 60% сары болып тұрған бұл қайтадан өңдеуге жатпайды деген сөз. Яғни 100% өнім болса, соның 40% ғана өңдеуге жарамды деген сөз, иә. Бұл әрине экологиялық мәселелерді шешуде маңызы зор, иә. Өйткені көп қалдықтарды қайда тастайды, мысалы, соны қайтадан өңдеп, адамдар қайтадан қолданса, ол тіпті жақсы болар еді. Енді екінші тапсырмада сұраққа жауап бер, ойлан дейді. Егер 1% дегеніміз санның 100-ден 1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограмның 1%-ше, 1800 теңгенің 1%-ше дейді. Яғни қараңдар, егер 1% дегеніміз 100-дің 1 үлесі болса, ол 100-ді 1-ге бөлгендегі болып тұр ғой, иә? Ал енді 900 килограмның 1% дегенді қалай табамыз? 900 килограмм дегеніміз ол 100% болады. Ал оның 1%-ін табу үшін 900-ді 100-ге бөлеміз де, оны 1-ге көбейтеміз. 900 100-ге бөлсек 9 болады, 9-ды 1-ге көбейтсек 9. Яғни 900 килограмның 1%-ы 9 килограмм болады. Ал 1800 теңгенің 1% қанша? 1800 теңге ол 100% болады, иә? Енді соның 1%-ын табу үшін 1800-ді 100-ге көбейтеміз де, 18 шығады, 18-ді 1-ге көбейтсек 18 теңге. Яғни 1800 теңгенің 1%-ы 18 теңге болады. Бүтіннің 1%-ын табу үшін бүтінді теңде 100 бөлікке бөліп, осының 1 бөлігін алу керек. Мысалы, 500 килограмның 1% дегеніміз 500-ді 100-ге көбейтеміз да, 5 болады, оны 1-ге көбейтсек 5 килограмм болады. Бірден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшеріне көбейтеді. Мысалы, 500-дің 3%-ын табу үшін 500-ді 100-ге бөлеміз да, 3-ге көбейте саламыз. 500 100-ге көбейтсек 5, 13-ге көбейтсек 15. Яғни 500-дің 3%-ы 15 болады. Үшінші есепте бізде есептеулер беріпті. Қараңдар, 4500 килограмның 1%-ы қанша? 4500-ді біз 100-ге бөлеміз, 45, 45-ді 1-ге бөлсек 45-тің өзі шығады, яғни 4500 килограмның 1%-ы 45 килограмм. Тура солай 29.000 теңгенің 1%-ы 290 теңге, иә? Ал 360.000 метрдің 1%-ы ол 3600 метр болады. Енді 5%-ын табайық. Ол үшін 4500-ді 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлсек 45 шығады. Енді 45-ті 5-ге көбейтсек 225 килограмм болады 5%-ы. Ал 29.000 теңгені 100-ге бөлеміз. Сонда 290 шықты ғой, 290-ды 5-ге көбейтсек 1450 теңге оның 5%-ы екен. Енді 360.000 метрдің 5%-ын табу үшін оны 100-ге бөлеміз, 3600 шығады, 3600-ді 5-ге көбейтсек 18.000 метр екен. Енді 15%-ын тура солай табамыз. 4500-ді 100-ге бөлеміз, 45, 45-ді 15-ге көбейтсек 675 килограмм шығады. 29.000-ды 100-ге бөлеміз, 2900 болады, оны 15-ге көбейтсек 4350 теңге болады. Тура сол сияқты 360.000-ды 100-ге бөлеміз, 3600 шығады, оны 15-ге көбейтсек 54.000 метр, оның 15%-ы екен. Төртінші есепте есептеулер шығар дейді. Ата-анасы Айнаға ай сайын 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 10-нан 1 бөлшегін қыздарға арналған журналға, 3-тен 1-ін мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалған ақшаны жаңа телефон алу үшін жинайды. Айна телефон алу үшін қанша ақша қалдырып қояды дейді. Алдымен 10-нан 1 бөлігін тауып алайық. Ол үшін 1200-ді 10-ға бөлеміз, 120 теңге, оны 1-ге көбейтеміз. Сонда 120 теңге ол журналға жұмсайды екен. Енді 3-тен 1-ін табайық. Ол үшін 1200-ді 3-ге бөлеміз да, 400 шығады, 400-ді 1-ге көбейтсек 400 теңге. Ал мектеп дәмханасына ол 400 теңге жұмсайды екен, иә? Сонда 120 теңге журналға, 400 теңге дәмханаға кетті. Сонда барлығы 520 теңге жұмсап отыр екен. Енді 1200-ден 520-ны алып тастасақ 680 болады. Сонда айна 680 теңге қалдырып қояды екен телефон алу үшін. 5-ші тапсырмада бөлшек түрінде жаз дейді. 8 сантиметр дегеніміз бөлшек түрінде 10-ның 8 бөлігі, 4 сантиметр дегеніміз 10-ның 4 бөлігі, 36 миллиметр дегеніміз 10-ның 36 бөлігі, ал 83 сантиметр дегеніміз ол 10 дециметрдің 83 бөлігі болады. Енді ән нұсқасында пайызбен жаз дейді. 15 миллиметр 1 дециметрдің қанша бөлігін құрайды дейді. 15 миллиметр дегеніміз
1 дециметрдің 15%. 45 мм дегеніміз 1 дециметрдің 45%. 75 мм дегеніміз 1 дециметрдің 75%. Енді мына метр квадраттар соттықтың қандай бөлігі дейді. 69 метр квадрат дегеніміз ол 1 соттықтың 69%. 20 метр квадрат дегеніміз ол 20%. Ал 50 метр квадрат дегеніміз 1 соттық жердің 50%-ын көрсетеді. 6-шы тапсырмада есептеулер беріліпті. 58.265 қосу 6.529.576 қосу 47.654. Бұл жерде барлығы бірдей қосу амалы болғаннан кейін бірін қоса береміз. Бірінші 58.265-ге 6.529.576 қосамыз, сосын кейін оған 47.654 қосамыз. Одан кейін 100.585.870-тен 78.908.765-ті алатын болсақ, бізде 21.677.105 шығады. Көбейтуді тура осылай орындаймыз. 7-ші тапсырмада бізге супермаркетте бағаның 5%-ға төмендегені жарияланды. Тауарлардың құны неше теңгеге төмендейді? Тауардың бағасы белгілі, енді оның 5%-ық жеңілдігін тауып алайық алдымен. Ол үшін 20-ны 100-ге бөлеміз, 2 болады, 2-ні 5-ке көбейтсек 10 теңге. Яғни бұл жердегі жеңілдік 10 теңге екен. Сүттің бағасынан 10 теңгені алып тастаймыз. 200-ден 10-ды алсақ 190 теңге болды. Ал шырын 400 болған. 400-дің 5% бізде 20 теңге болады, өйткені 400-ді 100-ге бөлсек 4, 4-ті 5-ке көбейтсек 20. Бұл жердегі 5%-ық жеңілдік 20 теңге болды. Енді 400-ден 20 теңгені алсақ 380 теңге жаңа баға болады. Бір қорап шай 500 теңге. 500 теңгенің 5% жеңілдігі ол 25 теңге, 25 теңгені 500-ден алып тастаймыз. Сонда жаңа бағасы 475 теңге. Енді 300 теңге 5%-ы оның 15 теңге болады. Енді осы 15 теңгеде 300-ден алып тастасақ, жаңа бағасы 285 теңге болады екен. Енді 8-ші тапсырмада кестедегі мәліметтер мен сызбаны пайдаланып, кездесу қозғалысына және қарама-қарсы қозғалысқа есептер құрастырыңдар дейді. Бірінші жүрдек пойыздар туралы есеп құрастырайық. 2 жүрдек пойыз, біреу 220 км/сағат, біреу 140 км/сағатпен біріне-бірі қарама-қарсы жолға шықты. Олар 2 сағаттан кейін кездесті. 2 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болды? Бұл жерде біз қанша жақындасу жылдамдығын табамыз, бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан, яғни 220-ға 140-ті қосамыз. Сол кезде ол 360 км/сағат болды. Енді осы 360 км/сағатты, 360 км/сағат болады. Осыны 2 сағатқа көбейтеміз. Сонда 2 сағаттан кейін кездескен 2 пойыздың ара қашықтығы 720 км болды. Екінші есепте біз жеңіл автокөлік пен автобус 2 жаққа қарай қарама-қарсы қозғалысқа шықты, бір жерден 2 жаққа қарай кетті. Олар 750 км жерді қанша сағатта жүріп өтеді деп шығарайық. Яғни алдымен екеуі 2 жаққа кеткендіктен бұл жерде біз қашықтау жылдамдығын табамыз. Яғни 85-ке 65-ті қосамыз. Сол кезде бізде 150 болады, 150 км/сағат болады. Енді уақытты табу үшін 750 км-ді бөлеміз 150-ге. Сонда 5 сағат болады. Сонда жауабы 5 сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы 750 км болады деп жазайық. 9-шы тапсырмада есептің шартын оқыға. Есепте артық мәліметтер бар ма? Есепті шығар дейді. Қалалардың ара қашықтығы 720 км. Олардан таңертең сағат 8-де 2 туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шығып, бір қалыпты жүріп отырады. Олар 16 күннен кейін бірінші қаладан 32 км қашықтықта кездесті. Әрбір топ күніне қанша километр жүріп отырды дейді. Бұл жерде таңғы сағат 8-де деген оның керегі жоқ, Бұл жерде ол таңғы сағат 8-де шықты ма, түсте шықты ма, ол бұл жерде керегі жоқ бізге. Бұл артық мәлімет болып тұр. Енді шығарайық. Ара қашықтық 720 км. Енді олар 320 км-де кездесті. Яғни S1 320 км деп шығарамыз. Уақыты 16 күн. Т тең 16 күнге тең. Енді екеуінің жылдамдығын табайық. Ол үшін 320 км-ді 16 күннен кейін кездесті ғой. 320-ны 16-ға бөлеміз. Сонда 20 км бір күнде жүреді екен олар. Енді 720 км-ден 320 км алып тастасақ, 400 км бұл S2 болады. Яғни ол
мына 320 километр қашықтықта кездесті ғой, сонда мына екіншісінің жүрген жолы ғой 400 километр дегенің. Енді осы 416-ға бөлейік. Сол кезде ол 25 километр күніне 25 километр жүріп отырыпты. Екінші туристер тобы. Сонда бірінші топ күніне 20 километр жүрсе, екінші топ күніне 25 километр жүріп отырған екен. 10-шы тапсырманы орында дейді. Телефонда 7, 4 және 9 цифрларынан тұратын кодпен бұғаттауды шығаруға болады. Код 900-дан үлкен жұп сан екендігі белгілі. Кодты ата дейді. Енді 900-дан үлкен сан болса, 900-дан, мына жерде 974 болса, ол 974 немесе 947 болады, иә? Екі ақ сан болады. 947 ол тақ сан. Ал бізге жұп сан керек. Сондықтан ол 974 болады. Ол 900-ден үлкен және ол жұп сан. 11-ші тапсырмада есептеу берілген екен. 2000 теңгенің 1% дегеніміз ол 20 теңге, иә? Яғни 2000-ды 100-ге бөлеміз 20, 20-ны 1-ге көбейтсек 20 болады. Ал 2000 теңгенің 3% дегеніміз 2000-ды 100-ге бөлеміз 20, 20-ны 3-ге көбейтеміз, яғни 60 теңге екен 3%. Ал 5% дегеніміз 20-ны 5-ге көбейтеміз, сонда 100 теңге екен. 3600 километрдің 1%-ы 36 километр болады, иә? Өйткені 3600-ді 100-ге бөлсек 36, 36-ны 1-ге көбейтсек 36 километр. Ал енді 3%-ы осы 36-ны 3-ге көбейтеміз, яғни 108 километр болады. Ал 5%-ы 36-ны 5-ге көбейтеміз, сонда 180 километр болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақты түсінікті болса лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.